Абай бегейдің қызы кәдімгідей қамауға алынды. Өйткені ол осылай лотерея ойнатып, мына жерде әйелі тұр, баласымен өстіп халықтың көзінше өстіп алды да, қазір қарап тұрсаңыздар, баласындағы қолында қалған соңғы нәрсені лақтырып жіберіп жатыр. Көрдіңіз ғой, осы жерде Салтанат деген мына блогерді білесіздер, өзінің қолына тыққан лотереясын алып міне деп жатыр. Сонда өздерінің дайындап қойған адамдарынан лотереяны беріп жатыр. Яғни осыдан кейін халық қалай ашуланбайды, қалай істі болмайды. Адамды көзін бақырайтып қойып алдап жатқан блогерлердің барлығына ісі сотқа кетіп жатыр. Бұл негізі жақсы жаңалық, дұрыс деп ойлаймын. Қаншама халық сеніп, осыларға 50 мың лақтырып, 5 мың лақтырып жатыр да. 5 мың емес, 50 мың лақтырып жатыр. Көбісі билеттің бағасы 50 мың. 50 мыңға көлік аламын немесе үй аламын деп аңқау халықтың аңқаулығын, мейірімділігін пайдаланып, осылай халықты жеп, бұлар енді ұят болды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Әлде блогерлерге сеніп лотереяға қатысып жүрсіздер ме? Комментария жаза кетіңіздер.